Сәлеметсіздер әріптестер, бүгін біз пазлды қалай онлайн жасауға болады, соны үйренетін боламыз. Ол үшін біз Google-ға немесе интернетке кіріп, создать пазл деп жазамыз. Олай жазғаннан кейін біріншісі бізде конструктор пазлов деп шығады, соған кіреміз. Оның ішіне кіргеннен кейін көресіздер, яғни бұл жақта загрузить изображение деген бар, тура ортасына плюс, соны басамыз, және выберите файл дейді. Бұның ішіне біз өзіміз рабочий столға бірінші дайындап аламыз суретімізді. Қай суреттен пазл жасауымыз керек, соны тауып басып открыть деп ішіне жүктейміз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің суретіміз жүктеліп, яғни 6-ға бөлініп пазл дайын тұр. Бұл тек қана 6-ға емес, сонымен қоса 40-қа да бөлуге болады. Одан кейін оны әртүрлі сандарға бөлуге болады. 66, 96, 126 деген сияқты. Үстіп бөлуге болады. Және де бұны осы дайындап алғаннан кейін ішінде онлайн ойнауға болады. Яғни суреттердің барлығын алып тастап, қайтадан орнына қайтадан құрастыруға болады. Бұл балаларға ойнатуға болады, яғни өздеріне қызық болса өстіп ойнайды. Оны ойнау үшін бізде қазір көріп тұрғандарыңыздай начать игру деп тұр, соны басатын болсаңыздар, пазлды шашып тастайды, соны жинақтап ойнаймыз. Енді бізге қазір керегі 6 пазл, 6-ға бөлінген. Оны қалай біз шығарып аламыз? Көріп тұрғандарыңыздай, бұл бағдарламада, платформада ойынның ішінде жүктеп алу жоқ. Сол себепті Ctrl плюс арқылы біз суретті өзімізге кішкене ыңғайлы болу үшін үлкейтіп аламыз. Үлкейтеміз, және де өзіміздің клавиатурамыздың үстінде сіздерге айтатын болсам, PRT SS деп тұрады, сол кнопканы басамыз. Сол кнопканы басқаннан бізде автоматты түрде сол бетті скриншот жасайды компьютер. Оны алып Word-қа саламыз да, Word-ның ішіне ставить етіп қоямыз. Және де керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Границаларын сызғыш арқылы жан-жаққа тартып, суретті бүкіл бетке орналастырамыз. Осылай орналастырып болғаннан кейін, бұл суретті печать арқылы қағазға шығарып алып, тура осы сызықтар бойынша кесеміз де, топқа бөлгенге болсын, балаларға ойнатуға болсын, балаларға бере берсек болады.